мына қазіргі күнде неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Жастар мен үлкен әйелдер мен жас жігіттер, үлкен кісілер мен үлкен еркек адамдар мен жас қыздар бірге жүріп жүр. Енді әркім өзі біледі, біз не демейміз, бірақ әркім өзі білгенде жасына қарай кішкене жақында болса дейсің да. Қазір перісіп анау дегендер көп, сайттарда көп әсіресе. Бүгінгі айтайын айтқан тақырыбым мынау жағдайды көресіздер, қазір қатты қызық. Ал ендеше кеттік. 40 жастағы Сала стройкада жұмыс жасайды. Зарплата көбірек шыққан күні, яғни зарплата түскен күні ол сайтқа кіреді. Сайтқа кірсе қыздар, жас қыздар 18, 20, 25 жастағы қыздарды қатты жақсы көретін болады Сала. Соның ойы бір ұстап алып тырылдатсам деп өзінің ішіндегі бір ойы болады. Ішіне айтып қояды, егер бір ақша түсіп жатса көбірек сондай бір қызды жалдаймын, немесе сонымен кездесемін дейді. Сала үйленген, бірақ ажырасып кеткен еді осыдан 10 жыл бұрын. Сөйтіп әркімді періп жүрген. Бірақ сол жас қызды перу арманы болды да Саланың ше. Сөйтіп бір күні айлық түседі. Айлық көбірек түседі. Сөйтіп жаңағы сайтқа кіріп қыз іздеп отырады. Сөйтсе бір 18 жасар мощный бір қыз бар екен, дерзкий ше. Барлығы тұрсымен түскен сурет тұрады андай, жалаңаш, көтені үлкен, сондай. Алдындағы емшектерді баршылық енді. Кәдімгідей әдемі тұрады. Ой, соны көргеннен ана Сала армандап кетеді. Мынаны бір деп тұрып персен дейді. Сала жас қыздарды жақсы көреді, сөйтіп жазады. Ол айтады, кездесем дейді, әуелі ақшасын салып жүресің дейді. Сөйтеді бір кезде жарайды деп бас айналғаннан ақшасын салып жүреді кебеге. Сөйтсе қараса, қызда жоқ, затта жоқ, ең соңында өтірік сурет қойып қойған екен. Оны мына жақта отқан бір еркек адам екен да, ақша жинау үшін сөйтіп адамдардың ақымақтығын пайдаланып, сөйтіп ақша жинап отыр екен да. Салаға ешқандай хабар жоқ, анаған жазса, мынаған ешқайда қалмай жазады, жауап бермейді. Сала жынданады, әкең алдап кетті дейді, алдануға болмайтынын түсінеді. Сөйтсе машинасы бар енді, Саланың машинада таксовать етіп жүрсе, бір қыз тоқтатады жаңағы таксиді. Жасы 20-да екен. Сөйтіп тоқтатып машинасына мінеді. Бір жерге апарып тастау керек. Сөйтіп апарып тастайды. Сөйтсе жаңағы қыздың несін, нөмірін алып алады. Негізі ақшасын алады, сөйтіп ақшаңызды қайтарып берейін, бүгінше тегін әкеліп берейін деп әдейі жаңағы Каспийін айтқызып, Каспийдің нөміріне ақша салып, соны скрин қылып сақтап қояды да, нөмірін жазып отқан кезде. Жайлап түнге қарай жазады анаған ше, Сала. Алло, саламатсыз ба, мынау десе. Сөйтсе, иә, сіз қай жақтан хабарласып тұрсыз дейді. Бағанағы дейді, анағы айтады. Иә. Бір түнге 10.000 теңге дейді. Өзіне осылай жазады да. Сөйтсе, Сала түсінбейді, 10.000 теңгесі несі деп. Сізге не керек өзі деп жазады. Мен бағанағы жігітпін ғой, таксист, анағы дейді, анағы айтады. Иә, таксист кім ол, танымаймын дейді. Сосын салап жүріп қалады, мынау ақшаға кездесіп жүрген қыз. Бәсе көрген кезде түрі әдемі, духи сеу болған, фигурасы дерзкий, сондай тартымды қыз еді да. Соған қызығып жазған түрі ғой, ойлағанға Сала бір жас жігіт болып танысам деп ше, бір 25 жастағы жігіттің де приколға танысып көрейін деген. Сөйтсе бұл жаңағыдай жеңіл жүрісті қыз екен. Сөйтсе басқа нөмірден жасады. Жүгіріп барып нөмір сатып келеді кім Сала ше. Сөйтіп басқа нөмірден жасады анаған. Сөйтсе, алло, кім керек дейді, осындай деп, қанша дейсіз, қосылу, персу қанша, ауызға алу қанша деп бәрін жазып жүреді. Сала біледі ғой енді. Сөйтсе ақшасынан шығады, мынандай ақшадан бәрі. Опана дейді, болды дейді. Ақшасын салып барады. Сосын бір кезде таңға шейін алып алады, ананы айтып берсет сөйтіп. Кәдімгі дейді. Сөйтеді де айтып тұрады да. Енді әңгімелесіп кетеді екеуі. Сөйтсе ана қызды ауылдың қызы екен, осылай жолға түсіп кеткен. Ақша жоқтың кесірінен үйден ақша сұрағысы келмеген деп. Сол қыз жерде жылап өзінің жағдайын айтады, ана сосын Сала айтады, қойды. Жылама, жеңіл жүрісті жүріпті. Тоқтат жаманшылықты дейді. Сен ол біруді обсуждать етпейміз ғой дейді, судить етпейміз ғой дейді, ешкімде оңатқан жоқ қазір дейді. Жақсы жолға түсеші деп, ол кім алады мен дейді. Ой, кім алады болғанда табылатын шығар енді дейді. Деп шынымен конкретно қойғым келе ма дейді. Иә, қойғым келеді, дұрыс жолмен жүргім келеді, нормальный семья болғым келеді, менің жасым 20-да, мен біраз ерге келіп беріп кетті уже дейді да. Күйеуі бар, әйелі барлары бар, арасында бала шағасы бар, вообще бір түрлі жаның ауырады дейді. Сосын Сала айтады, точно нормальный болам десең, сөз берсең, екеуміз сөйлесіп көрейік. Болды дейді, екеуі сөйтіп серьезно сөйлесетін болады. Ана әйел
жаңағы қыз деген қойып кетеді, жаман жолдан шығады, сөйтіп ондай нәрсемен айналыспайтын болады. Сөйтіп сала оны алады, қатын қылып. Сала от души күндеп береді, аңқылдатып қойып, сөйтіп анау бала көтереді, үйленеді да енді екеуі. Сөйтіп бала көтереді. Сөйтіп балалы болады екеуі. Сала ой рахаттанып күндеп береді. Басында жаңағы қыз, Айка деген қыз ғой енді, ол жасы 20-да. Айка саланы кішкене не қылмайды, қаламайды. Әйтеуір семья болу керек болғасын тұрмысқа шығады сөйтіп. Бірақ уақыттың өтуімен келуімен Айка саланы іздей береді, бір адамға үйреніседі. Оның қамқорлығын жақсы көреді, сөйтіп ақыр соңында жақсы көріп кетеді оны Айка. Айка саланы сөйтіп екеуі балалы болғаннан кейін одан сайын жақсы көреді бір-бірін. Сөйтіп жүрген кезде жақсы семья болады бұлар деген. Сөйтіп Алматы қаласында тұрады. Айка жаман жолға түспейді, жоламайды ондай жолдан. Сөйтіп жаман жолдан аулақ болып, сала болса басқа әйелдерге, қыздарға көзі түспей, сөйтіп екеуі жақсы жолға түсіп кетеді. Міне көргендеріңіздей жаман жолға түссе де үмітті үзбеу керек. Бірақ ой, маған бәрібір кейіннен жақсы бола салам, кейіннен үйтіп кете салам, бүйтіп кете салам деп жаман жолға түспеу керек. Әсіресе жас қыздар, жас жігіттер жаман жолға түспеу керек. Лучше ондайдан аулақ болу керек. Ондайдан бетің алыс болу керек. Егер дәл осы уақытта жүрген болса, сондай түсіп кеткен болса, ондай темадан тезірек шығып, тәубе етіп, жақсы жолға қайттан бет бұру керек. Міне көрдіңіздер, қарап отырсаңыздар, әр адамның өмірі үлгі болу керек. Жақсы жағына қарай бет бұрғандары, жаман жағынан үлгі десеңіздер, жаман жағынан аулақ болу үшін оларды түсіну керек. Сіздермен бірге болған Карбай арнасы. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыз. Айтпақшы, мына айтып жатқан бәрі комментарий жазып жатыр, мей деп жазып, не болса соны астыға жазып мазаламаңыздар. Бұл болып жатқан оқиғалар өздеріңіз де білесіңдер. Так что өйтіп не тәрбие, бұл жерде тәрбие беретін нәрсе емес, бұл YouTube арнасы, бұл жерде бәрі отырады. Қалған қаламаса өшіріп тастайды біреулер, солай да, оны астына жазып, сен анаусың, сен мынаусың деп айтудың қажеті жоқ. Әркім өз еркі. Қалағандар көрсін, қаламағандар оны өздері білсін. Сірә жалпы айтқан кезде мен ашық, шашық, персіңдер, итерсіңдер, ой, кайф өмір көріңдер деп айтып жатқан жоқпын мен мысалы. Онда өздеріңіз қайта соңында аулақ болу керек, оның жаман екенін көріп, жаман екенін білсін деп осындай түсіндіріп жатырмын сендерге. Сырттан қарасаң конкретно кайфовый өмір сияқты, бірақ іш жағынан жаман нәрсе ол деген. Міне сол жалпы айтатыным. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.